Ақтөбелік жас ақындар жырларын білесіз бе? Талантты жастармен таныса жүріңіз. Қуат Әбілқайыр 1992 жылдың 3 тамызында Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылында дүниеге келген. Сол ауылдағы Дербисалин атындағы орта мектепті бітірген. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің түлегі, тележурналист. Ең танымал шығармаларының бірі «Сен көктемсің». Көктем сенсің, сен көктем егіз ұғым. Қайтарар сол шақтағы кезімді кім? Сен кеткен басқа қала көктемнен, біздегі сағынышты сезім гүлім. Наурыз сайын өзгеше бір күй көтем, жолығысу кездей соқ үрейге тең. Самарқанның сары тасы жібісе де, сенің қызыл жүрегің жібей мекен. Сенің үнің дауысың жылғалардың, сенбесең ән салғанда тыңдап алғың. Ішіңнен қарда еріп шықпашы тек, күлкіңмен көмкерілген мұң жанардың. Есім талат елестеп елден кейпің, кемтар қылдың жүректі емделмейтін. Келеді ертең аққулар бізге ұқсаған, бірақ енді білмеймін сен келмейсің. Көктем лебі көресің қарап тұрмай, ауылда атыңдай тарталатын бай. Бағыма қонбасаңда желден күтем, бір тал шашың қолыма қонатындай. Азамат Әбілқайыр 1994 жылдың 3 тамызында Ақтөбе облысы Ойыл ауданы Саралжын ауылында дүниеге келген. Сол ауылдағы Дербисалин атындағы орта мектепті бітірген. Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің түлегі, гуманитар ғылымдарының магистрі, облыстық арнада қызмет атқарады. Аталмыш шығармаларының көпшілігі дерлік туған жерге, елге арналған. Ауыл жақтан салғалы іркем таушақ, артта қалды бұл дәурен күлген болшақ. Таңдайдағы сап балқаймақ сағынышты, жүрмін енді қалада қырбелдің сап. Сенесің бе өзіңді шын сағындым, өскен ұлем ішінде құм шағылдың. Жыр күреңді ертіп ап ақын ұлың, жайлауында жүр бүгін тұмса мұңның. Жаным анам, жағдайың қалай қазір, көрген жансың тағдырдан талай зәбір. Сәл сүрінсең үстіңнен аттап өтіп, кей адамдар табалап талау қазір. Ана саған айтайын сырымды қай, кізбейді жүйткіп ғұмыр құмай. Жан адамға сыр айтпай тек тұқаңмен, жаратқанға шығасың мұңыңдыдай. Түр дүниенің есігін жырмен аттап, ана саған сыйлайын гүлдер аппақ. Тағы бізді ойлаумен көзілдің бе, жанарыңның түбіне мұң қонақтап. Ана сені ешкімге теңгермеймін, ұлы десін балаңды көргендейдің. Ел аңыз қып айтса да мен өзіңді, әжесінен абайдың кем көрмеймін. Сымбат Арынова 1996 жылдың 25 желтоқсанында Өзбекстан Республикасының Науаи облысы Тамды ауданында дүниеге келген. Қазіргі таңда Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің студенті. Алғашқы өлеңдері 2014 жылы Өмірім өлең атауымен Ақжар АБК баспасымен жарық көріп, Ақтөбе баспасынан 2017 жылы басылып шыққан Жас қанат студенттер жинағына, Жауқазын жастар жинағына енген. Танымал шығармаларының бірі бәлкім. Қараймын жиі іздіге күнге, тағы түлейді сүмбілетінде. Керегі маған күлкіңіз екен, күлдіртетінде. Тоңдырып бәрін ызғар қылатын, сізсіз сәт екен сіз қалдыратын. Ай дидарымен аймалап тұрса, жұлдыздар екен қызғандыратын. Сағын судан шаршап бек кінә, сағынышпенен қанша рет сүйіп, ғашық қыласыз қанша рет тағы. Тағы бір ғашық болу үшін бе, тағы бір ғашық болу үшін де бәлкім. Елдос Жолдығарин 1999 жылы Ақтөбе облысы Темір ауданы Шұбарқұдық кентінде дүниеге келген. Темір ауданы Шұбарқұдық гимназиясының түлегі. 2017 жылы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түсіп, қазіргі таңда аталмыш университеттің студенті, республикалық жұлдызға жол, жырлайды жүрек мәнерлеп оқу байқауларының жеңімпазы, Қазақстан жазушылар одағының арнайы грамотасының иегері. Өмір берген еншіңді алғың керіп, бақыт іздеп сандаласың сенделіп, мүрт кеткенде төмендетпе өзіңді, жүре бара кетесің ғой жөнделіп. Сан теперіш көрген кезде тағдырдан, адам аз ба, ібілісің азғырған.
Бірақ сенің дақ түспесін арыңа, деген бабам арым үшін жан құрбан. Сотқар сынаң бөлінгенде сансаққа, сары уайыммен өзіңді өзің шаршатпа. Намысыңа жанығанда лаулайтын үміт отын сөндірмеген әр шақта. Ой шұңқырлар саймен жыра жолдағы, саған бөгет бола қоймас олдағы. Өзің сүрген өлшеулі бұл өмірде, сүрлеуіңді салып кетсең болғаны. Дәурен Тілеухан 2010 жылдың 28 қазанында Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданына қарасы Көрпе ауылында дүниеге келген. Жырлары облыстық республикалық баспасөз беттері мен сайттарында жарық көрген. Республикалық Ақберен байқауының жеңімпазы, соның нәтижесінде Түркістандағы Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің болашақ студенті. Өз шығармаларында пейзажды көркем суреттеу арқылы ерекшеленеді. Ауыл картинасы. Көк аспан бұлттар жатыр шалқасынан, самал жел бұлбұлдардан ән тасыған. Әр тасынан табылған көркемдігі табылар ма әлемнің картасынан. Қолдарың ғажайыпқа созылардай, ескі үйлер, есіктердің өзі қандай. Көкте ұшқан құстарға күлім қағып, көне шатыр қарайтын көзін алмай. Жолдар бар сайрап жатқан қыр басынан, көше бар, сол көшеге күнде сығам. Әйтеуір түтін түзу ұшады ылғи, біздің үйдің қисайған мұржасынан. Ауылдың әңгімесін тауыса алмай, әйелдер тұр, көрініс көп тау сондай. Көкжиектен барады күн еңкейіп, өліміне таянған кәрі шалдай. Кеш құрым қиял саулап қанатымнан, көрінді гүл бейнесі жаңашылған. Бір хабар келетіндей төңіректен, тереземде ұйықтамай таң атырған. Жақсылықты жаныма қылмай бөтен, аталар ақылыңды шыңдайды екен. Ең адал сезімдерді сақтап қойған. Бұл ауыл ғой, табылмас мұндай мекен. Міржақып тула-тула айтқандай, мен жастарға сенемін. Жастарымызға әрқашанда қолдау білдіре білейік. Жастар жырлайды, дала міні самғайды.